Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Қадірменді білім іздеушілер, бүгін сіздермен бірге Алла қалса 120 минутта Құранға түсу әдісі арқылы біз Құранның алғашқы Құран оқимыз. Алғашқы сүрелеріңіз, Алла қалса ниеттеріңізді жаңартып алыңыздар. Үйренемін және үйретемін деген ниет болсын, Құдай қалса. Өте қуаныштымын сіздердің осылай Құранға түскендеріңіз үшін. Сабырмен келе жатсыздар. Қанша енді ең алғашқы жаңағы әліппені түсіріп салғанымыз 3 жыл бұрын екен. Содан биыл енді қарқынды жұмыс істеп жатырмыз. Сондықтан ниеттеріңізді жаңартып алыңыздар. Үйренемін және үйретемін деген ниет болсын. Жақсы. Ал онда бисмилля деп сабақты бастайық. Бүгін Құдай қаласа сіздермен бірге Нәс деген сүрені, адамдар деген сүре бар. Сол сүрені Құдай қаласа оқуды үйренетін боламыз. Енді оны қалай оқимыз, соның бәрін сіздермен бірге кішкентай айтып беретін болсақ, сіз ең бірінші сыныпқа барған кезде сіз әліппені үйренесіз. Әліппені үйренген соң буындарды үйренесіз. Бізде 3 түрлі буын бар: ашық буын, тұйық буын, бітеу буын. Мысалы алатын болсақ, а, на деген оқитын болсақ, бұны буындасақ, а, на деп буындаймыз. Дұрыс па? Мысалы әке десек, ол буындау үшін әке. Бірден оқып кетпейміз, буындап оқи үйренетін болсақ, Алла қалса ол сіздерге өте пайдалы болады. Сол сияқты біз мына жерде Құран әліппесін үйренген кезде буындап үйренеміз, Құдай қалса. Жалпы енді мына ең бірінші сөз, қандай да бір сүре оқыған кезде ең бірінші әузу биллахи минаш шайтанир раджим деп оқу керек. Сосын бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөзді үйренеміз. Енді мына жерде біз ең бірінші бисмилля деген сөзді үйренеміз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Енді қараңыздар, мына сөздің басында, сөздің ортасында жазылған мына ең бірінші әріп, мына әріп бізде Б деген әріп. Мына Б, мына И, мына Син. Сонда бис деп бір буын айтамыз. Бис, түсіндіңіздер ме? Бис. Егер түсінбей жатсаңыздар, әліптерді қарап, сөздің басында, сөздің ортасында, сөздің соңында жазылатын әліптерді қарап алсаңыздар болады. Мына би, бә, и, с, бис, мына сукунна. Мына тұрған нәрсе ол сукун. Домалақ белгі бар еді ғой. Сол сукунды қазір осылай қойсақ та болады. Бис бірінші буын. Енді одан кейін бізде мына жерде енді мына жерде мына әлиф оқылмайды. Әлиф, сосын ләм оқылмайды. Мына әріп те оқылмай кетеді. Мына бізде мим деген әріп. Мына әріп мим. М, мына и, мил. Ортаға келеміз. Бис, мил. Сосын л, екеу мына жерде. Лә деп созу бар мына жерде. Созу. Алла деген сөзі созуға болады. Лә. Қанша? Бірінші бис, мил, екінші буын. Лә, үшінші буын. Енді мына әлиф пен ләм тағы да оқылмайды. Неге? Мына жерде бізде шәмсия деген ереже бар. Хир, тоқтаймыз. Хир, сосын р, о, рох, х деген әріп. Мына сукун, тоқтау белгісі. Рох, сосын мына мыдан кейін мына әлиф, мына созу белгісі. Бізде созу белгілері бар еді ғой. Сол созу. Рох, мә деп созасыздар, екі әріпке дейін. Мә. Сосын н, и, мына әрі екеу оқылмайды тағы да, мына екеу. Нир деп рға бірден іліп кетеміз. Нир, ро, нир деп бір буын, сосын ро тағы бір буын. Одан кейін мына жерде х, и, мына жерде и, мына сукун бар мына иінің. Мына жерде и, мына м, и. Ро, хи, созасыздар да, ми деп оқу керек еді. Енді сөздің соңы болғандықтан, қадірменді біліміз үшін мына оқылмай кетеді де, м-дің үстіне сукун қойып аласыздар. Ро, хим деп тоқтайсыздар. Ро, хим. Яғни екі е. Ро, хим. Сонда қайттан бір оқып көрек. Бис, мил, лә, хир, рох, мә, нир, ро, созылмайды, жақсы ма? Ро, хим. Түсіндір ғой, мына оқылмай кетті, мына оқылмаса харакет үстіне сукун қояды екенбіз. Сонда қайттан тағы бір оқып көрейік. Енді қараңыздар. Б, есі, бис, мил, мына екі оқылмайды.
лә созуға болады. Хир мына жаққа өтеміз, мына екеуі оқылмайды. Рох деп мына жаққа келеміз. Р екеуі мына жерде шәді, рох. Сосын тағы да мына жерде мына мә созу бар мына жерде сары белгімен. Ро, нир, нир дейміз, мына екеуі оқылмайды. Нир, ро, тағы да ро, хи, ми болу керек еді. И оқылмайды да, сукун ғой. Ро, хим деп тоқтаймыз. Біз сонда қайттан тағы да. Енді біз мил, мына екеуі оқылмайды. Лә созуға болады. Хир, мына екеуі оқылмайды. Рох, тағы да мына жерде м деген әріп бар. Рох, рох, мә созасыз. Нир мынаға келесіз, мына екеуі оқылмайды. Қайтан ро, хим, мына оқылмайды. Үстіне мның үстіне сукун қойғанбыз. Түсінікті болды ма? Керемет. Енді бірінші аяттарыңыз, Алла қаласа, өте қуаныштымын. Құттықтаймын сіздің. Сіз маладессіз, сіз жарайсыз. Себебі бисмилля деген сөзді оқыдыңыз. Оның мағынасы Ар-Рахман әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын деген сөз. Бұл қазақшасында міндетті түрде оқып алыңыз. Енді Нәс сүресінің бірінші аяты, Нәс сүресі жалпы 6 аяттан тұрады. Енді соны буында оқып көрейік. Мына қоф, қ, у, л, ләм, мына сукун жақсы ма? Құл деп бірінші. Құл, л, жіңішке оқылады. Құл. Сосын мына әлиф. Әлифтің үстінде мына хамза деген бар. Оның үстінде мына фәтха. Құл, мына бір буын, мына жерге дейін. Мына бір буын, екінші буын. Құл, мына енді созу бар мына жерде. Құл, о, айны, о. Мына жерде мына үшінші буын еді, мына төртінші буын. Зу, жіңішке, сосын сақал. Зу, сосын мына б деген әріп. Би, бесінші буын. Би деген роб деп мына б-дан екеуі мына жерде жақсы ма? Роб деп мына жерге тоқтаймыз. Роб. Бұл 6-шы роб. Сосын мына екеуі оқылмайды. Роб, бин деп ортаға келеміз. Бин, түсіңіздер ме? Роб, бин, мына 7-ші буын. Енді мына нә деп созамыз. Си деп айтымыз керек еді. Мына сөздің соңы болғандықтан мына оқылмайды да. Оқысаңыздар болады, келесі аятқа өтіп кетеді. Бірақ қазір оқымай үйреніңіздер. Үстіне сукун қоямыз. Сол кезде бин нәс деп тоқтайды екенбіз. Түсінікті? Қайттан тағы бір оқып көрейік. Тағы қайталап көрсеңіздер болады, жақсы ма? Мына құл, зу, би төмен қарай. Роб деп б алып келеміз. Б-да себебі б дегенде егер шәдда тұратын болса, б-дан екеу деген сөз. Біріншісінде сукун бар, екіншісінде не? Фәтха бар. Мына жерде не? И екен бұл жерде. Сонда би былай болды да. Роб, би. Түсіңіздер ме? Роб, бин, нәс деп тоқтаймыз. Түсінік па? Құл, әузу би роббин нәс. Бұның енді былай айтатын құл, әузу би роббин нәс деп оқылады. Жақсы ма? Міндетті түрде мына ныға келгенде тағы да бір оқып көрсетейін. Құл, әузу би роб, тоқтайсыздар. Роб, бин ұстаңыз, жақсы ма? Бин нәс. Мына жерге сукун қойыңыз. Бұл бірінші аяттың мағынасы оларға айт дейді. Сақтай көр деп сыйынамын адамдардың Раббысына дейді. Екінші аят. Енді бұл жерде енді сіздерге қатты қиын болмайды. Мә, л, ли, мә, ли, кин, нәс. Адамдардың иесіне дейді. Нәс деген адамдардың иесіне. Мә, ли, кин, нәс деген адамдардың иесіне дейді. Мына тағы бір буын, келесі үшінші аят. И, мына жерде лә, хин ұстайсыздар. Хин, нәс, тағы да тоқтайсыздар. Сукун, мына жерде сукун қойсыздар. Адамдардың тәңіріне дейді. Одан кейін мин ыңғылайсыз. Мин ыңғылайсыз, жақсы ма? Мин шәррыдан екеу. Шәррил, әлif оқылмайды. Шәррил, вәс, вә, тағы да созасыз. Вә, сил,
хон ұстайсыз. Нәс деп тағы да тоқтайсыз. Әзәзіл шайтанның кесірінен дейді. Одан кейін мынаның үстіне ә қойып аласыз. Әл, қазір а қойып аласыз, кейін сөздің мағынасын түсінесіз. Әл, лыдан екеу мына жерде. Әл, лә, қайта екінші буын. Әл, лә, ви, созу бар. Ви, ю, мына жерде. Ю, бірінші буын. Мына сосын вәс, у, әс. Вәс, ви, екі. Су, мына жерде созу бар. Фи, созасы жақсы ма? Мына жерде е, мына тағы да е. Фи, су, жуансы. Су, ду, жіңішке. Ду, созасы тағы да. Ду, рин, ұстайсыз. Рин, сосын нәс деп тоқтайсыз. Адамдардың көкірегіне уәсуәсі салатын әзәл шайтанның кесірінен сақтай көр деп синам деп айту керек екен. Сонда әлләзи ювәсвису фи судурин нас. Әлләзи ювәсвису фи судурин нас деген аят. Жақсы. Келесі. Одан кейін соңғы аят. Ми нәл, на сукун, на оқылмай келеді. Ми нәл, сосын жин ұстайсыз. Жин, сосын нә, жин нә, ти, вән нәс, деп естейсіз. Бұл аятты, бұл сүрені осымен аяқтайсыз. Сонда минәл жиннәти вән нәс дейді. Ондай әзәл шайтаннан, жыннан да, адамдардан да шығады. Яғни шайтандар тек қана адамдардан да шығады екен, сосын жыннан да болатын шайтандар бар екен. Адамдардан да шығады екен ол. Түсіңіздер ме? Бұл осымен бұл сүрені біз аяқтадық. Қайтан бір қайталап көрейік. Нәс сүресі. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Буында үйреніңіз, жақсы ма? Буындаңызды сосын жылдамдайсыз ғой, жылдамдаңызды сосын қосу керек. Намазды буында оқы болмайды. Құл әузу би роббин нас, маликин нас, иля, созып жатыр. Илахин нас, мин шаррил вәсвәсил ханнас, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Түсінікті? Осымен бұл дәрісімізді аяқтадық. Қадірменді білім іздеушілер, қандай да сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар. WhatsApp номеріме де жазсаңыздар болады. 747 658 34 32 деген номерге жазсаңыздар, тағы да түсіндіріп бере аламын сіздерге, жақсы ма? Ал Аллах тағала зейіндеріңіз ашсын, өте қуаныштымын. Сіздер молодецсіздер, сіздер жарайсыздар. Аллах тағала әрбір әріпке бір сауап жазамын дейді, бір сауабымыз 10 есепке көбейтіледі. Сонда бұл Нәс сүресін кем дегенде минимум 33 рет оқу керек, жақсы ма? Минимум буында 33 рет. Сосын намазыңыздағы сүрелерді Құдай қалса бәрін реттеп шығамыз. Қатесіз оқуға тырысамыз, Құдай қалса. Буында оқыған сіздерге қаншалықты пайда беріп жатыр, комментарийға жазсаңыздар, лайк басыңыздар. Сосын басқа да бауырларыңызға, топтарға таратып жіберсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Аман сау болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.